Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Арай. Бұл сабақта біз сіздермен бірге мишка және машинка тоқып үйренетін боламыз. Бұларды кез келген бұйымға аппликация ретінде пайдалансаңыздар болады. Тоқымамызды бастамас бұрын міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Сол кезде сіздер келесі шығатын сабақты бірінші болып көретін боласыздар. Машинканы тоқу үшін мен ярнард джинс жібін қолданамын. 55% хлопок, 45% полиакрил. Метражы 50 грамда 160 метр. Бұл жерде менде крючок 3,5 мм. Этикеткасында жазылып тұр. 3,5 мм крючок аламын. Мен қазір сары машинка тоқимын. Егер де жіптеріңіз менікінен жіңішке болатын болса, онда машинаның да размері кішірек болады. Жібіңіз қалыңырақ болса, онда машинаның размері үлкен болады. Мен деген алдыңғы сабақтарымда үнемі айтып отырамын. Егер сіздер крючокпен тоқып білмейтін болсаңыздар, онда менің каналымнан крючокпен тоқып үйрену сабағын қарауларыңыз керек. Сабақтың ссылкасын осы видеоның астына описаниеге қалдырып кететін боламын. Крючогымызға бір жұмыс петлясын іліп аламыз. Он бір воздушная петля тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Енді крючоктан кейінгі 1, 2, екінші воздушная петляның бір қабырғасына біз столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 және 10-шы столбик. Бұл бізде бірінші қатар. Келесі қатар тоқу үшін біз бір воздушная петля көтереміз, тоқымамызды бұрамызда. Уже келесі тұрған петляның екі қабырғасынан бірге іліп алып тоқитын боламыз. 10 столбик тоқуымыз керек. Бұл бізде екінші қатар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Екінші қатарда да 10 столбик тоқыдық. Бір воздушная петляға көтереміз, тоқыманы бұрып, үшінші қатарды тоқимыз. 10 столбик тоқуымыз керек, столбик без накида. 10. Бір воздушная петля көтеріп тоқымамызды бұрамыз. 3 қатар тоқыдық. Енді біз 4 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3 және 4-ші. Енді 4 воздушная петля тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Жібімізді крючокқа 2 рет іліп аламыз. 1, 2. 2 накид жасадық. Одан кейін 1, 2 петляны жібереміз да, 3-ші петляға. Мінеке, біреуін жібердік, екіншісін жібердік. 3-ші петляға біз мінеке жұмыс жібін тартып, бірінші 2 петляны бір қосып тоқимыз. Одан кейінгі 2 петляны бір қосып тоқимыз. Содан соң крючокта қалған 2 петляны қосып тоқимыз осылай. Бұл бізде 2 накидпен столбик болды. Тағы да 2 рет накид жасап аламыз. Келесі петляға екеуін бірге, одан кейінгі екеуін бірге, содан соң қалған 2 петляны бірге тоқимыз. Енді бізге 5 воздушная петля тоқу керек. 1, 2, 3, 4, 5. Және мына жақта
1 2 міне соңғы тұрған петляға былай бекітеміз. Бекіттік. Бір воздушная петля тоқимыз. Енді айналдыра отырып тоқып шығуымыз керек машинканы. Шетіне 3 столбик без накида тоқуымыз керек. 1 2 3. Енді мына жақ шетіне 10 столбик тоқып шығамыз. Қайтадан осы ең бірінші петляға 1 столбик, екінші столбик, 3 4 5 6 7 8 9 10 тоқыдық. Енді мына жақ алдына машинаның 4 столбик тоқуымыз керек. 1 2 3 және 4-ші. Енді мына төбесіне 4 тоқуымыз керек. 1 2 3 4. Енді қазір бізге мына бір цепочкамызды айналдыра отырып тоқимыз астынан, міне былай астынан іліп алып. 4 столбик тоқимыз. 1 2 3 және 4-ші. Енді 2 петляға 2 столбик тоқуымыз керек. 1 2. Енді келесі мына жақ артына 5 столбик тоқимыз. 1 2 3 4. Міне 5-еуін тоқыдық. Енді мына соңғы тұрған петляға жұмыс жібін тартып, мына жақтан шығарамыз. Міне осылай бекітеміз. Ұзынырақ қылып кесіп алыңыздар. Так, мынаны да кесіп тастауға болады. Мінекей машинамыз дайын болды. Енді дөңгелегін жасаймыз. Дөңгелекті мен осы Ярнард джинс жібінің қара түсімен тоқыдым. Бірақ қара түспен мен сіздерге қазір тоқып көрсететін болсам, петлялар дұрыс көрінбей қалады. Сондықтан да сары жіппен көрсете берейін. Менде ол дөңгелектері дайын тұр міне. Бірақ сары жіппен түсіріп көрсетейін. Осындай кольцо жасаймыз. Кольцодан жұмыс петлясын тартып шығарамыз. Мінекей, енді осы кольцоға бізге 9 полустолбик тоқуымыз керек болады. Полустолбик с накидом тоқуымыз керек болады. 2 воздушная петля тоқимыз. Бізде уже бірінші столбик болды. Енді полустолбик тоқу үшін бір накид іліп аламыз. Кольцоның ішіне жұмыс жібін тартамыз. Крючокта 3 петля болды. Осы үшеуін бірге қосып тоқимыз. Міне бізде екінші столбик пайда болды. Накид, жұмыс жібін тартамыз. Үшеуін қосып тоқимыз. 3 4 5 6 7 8 9 болды мінекей. Енді мына жіптің ұшын тартамыз. Біздің кольцомыз кішірейді. Кішірейді. Енді мына петляларды бір-біріне қоса саламыз. Мінекей. Осылай ұзынырақ қылып кесіп қалдырасыздар. Мен осы петляны былай шығара салам ұшын. Содан кейін келесі петлядан
крючокты кіргізіп, жаңағы жібінің ұшын дөңгелектің арт жағына қарай өткіземін. Міне, мына бізде сырт жағы, мынау арт жағы. Жерден екеуін қосып, бір түйіндеп байлап қойса болады. Қатты тартпайсыздар. Мінекей. Осыны алып машинкаларыңызға тіге бересіздер. Мінекей, біздің машинкамыз дайын болды. Қазір енді сіздермен бірге мындай мишка тоқитын боламыз. Менде крючок 3,5, ал жібім Alize Baby Best деген жіп. Бұдан да жіңішкерек жіп алсаңыздар, мишканың размері кішірек болады. Менде размер үлкен болып тұр, жіп қалыңырақ болғаннан кейін, сондықтан да тек мына кардиганның екі жақ алдына ғана қоюға келеді. Ал егер жаңағы машинкалар сияқты кішірек қылып, мындай кардиганның бүкіл алдына, жеңіне жапсырғыларыңыз келсе, мынандай мишканы, онда сіздердің жіптеріңіз жіңішке болу керек, және крючоктарыңыздың да номері кішірек болу керек, 2,5 деген сияқты. Кольцо жасаймыз. Сол кольцоның ішінен жұмыс петлясын шығарамыз. Неге? Крючогымызда бір петля тұр. Мына кольцоны кішірейтпейсіздер. Осы кольцоның ішіне тоқитын боламыз біз. 2 воздушная петля тоқимыз. 1, 2. Бұл бізде бірінші столбик болады. Енді біз 11 столбик с накидан тоқуымыз керек. Мынаумен қосқанда 12 болады. Столбик с накидан бізде накидальный волнады. Крючогымызды кіргізіп, жұмыс жібін тартамыз. Крючокта 3 петля, бірінші екеуін қосып тоқимыз, және одан кейін екеуін қосып тоқимыз. Бізде міне 2 столбик болды. Осылай барлығы 12 столбик болғанша тоқуымыз керек. 3. Осы кольцоның ішіне тоқи бересіздер. 4, 5, 6, 11 және 12-ші столбик с накидом. Жіптің ұшын тартамыз, біздің кольцомыз кішірейеді. Енді 2 столбикті бір-біріне қосуымыз керек. Міне, бірінші столбиктің 1-2 воздушная петлясы, соның 3-ші тұрған, жоғар жағындағы, бірінші столбиктің жоғар жағындағы петлядан осылай іліп аламыз да жұмыс жібін. Мына соңғы петлядан шығарамыз. Бұл жерде санасаңыздар болады міне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 столбик болды бізде. Енді екінші қатарды тоқимыз. 2 воздушная петля көтереміз. Бұл бізде уже бірінші столбик болды. Енді екінші қатарда 12 столбик болса, әр столбиктің үстіне 2 столбиктан қосып тоқып шығамыз. Сонда бізде барлығы 24 столбик болу керек. Қайтадан осы жерге тағы да бір столбик тоқимыз. Столбик с накидом. Міне, екеуі болды. Келесі петляға 2 столбик с накидом тоқимыз. Біреу, екеу. Өстіп әр петляға 2 столбик с накидом тоқып шығамыз. Бірінші қатарда 12 болса бізде, екінші қатарда 24 болады, яғни 2 еселейміз. Осылай соңына дейін өздеріңіз тоқып шығыңыздар, санап отырыңыздар.
Мінекей ең соңғы 24-ші столбик с накидом тоқыдым. Енді ең басындағы столбикпен қосамыз. 1, 2, 3-ші воздушная петля міне. Осылай қосамыз. 2 қатар болды. Келесі 3-ші қатар. 2 воздушная петля көтереміз. Бұл біздің уже 1 столбикіміз болды. Дәл сол жерге 2-ші столбик с накидом тоқимыз. Екеуін қосып тоқтық, екеуін бір петляға тоқыдық. Келесі бір петляға біз жалғыз столбик с накидом тоқимыз. Біреуін ғана. Одан кейінгісіне 2 столбик тоқимыз. Яғни кезектесіп отырады. Бір петляға 2 столбик тоқимыз, келесісіне біреу тоқимыз. Бір петляға 2 столбик тоқимыз. Менеке мұнда екеуін тоқыдым. Келесі петляға жалғыз столбик тоқимын. Екеу. Одан кейінгісіне жалғыз. Екеу. Одан кейінгісіне жалғыз. Екеу. Одан кейінгісіне жалғыз. Мінекей осылай соңғы 3-ші қатарды айналдыра отырып өздеріңіз тоқып шығыңыздар. Соңғы жалғыз столбикті тоқимын. Так, мына ең алдындағы столбикпен қосамын. Қатардың басындағы. Мінекей біз домалағымызды тоқып болдық. Мишканың астында домалағын тоқып болдық. Мына жерде тұрмыз міне біз қазір. Енді мына құлағын шығаратын боламыз. Келесі тұрған петляға 1 столбик без накида тоқимыз. Біреу. Одан кейінгі петляға 2-ші столбик без накида. Және енді біз 6 столбик с накидом 1 петляға тоқуымыз керек. 1 петляға, келесі тұрған 1 петляға 6 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 болды. 6-ын тоқыдық. Енді 7 столбик тоқуымыз керек. Келесі тұрған петляға емес, оны тастап барып, одан кейінгі петляға 1-ші столбикті тоқимыз. 2-ші столбик. 3-ші столбик без накида. 4-ші столбик 5, 6 және 7-ші столбик без накида. Енді қазір 2-ші құлағын жасаймыз. Мінекей 7-ші столбик тұр, одан кейінгі 1 петля бізде қалады. Келесісіне, мына келесі петляға 6 столбик с накидом тоқуымыз керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Және келесі тұрған петляға 1 столбик тоқимыз. Одан кейінгісіне тағы 1 столбик тоқимыз. Ұзынырақ қылып кесіп алыңыздар, мишканы тігуге керек болады. Мына петлямызды біз келесі тұрған петляға крючогымызды кіргізіп жұмыс жібін тартамыз. Және сол жұмыс жібін жаңағы крючоктағы петлядан да тартып шығарамыз. Енді мына жіптің ұшын осы петлядан өткізе салыңыздар осылай. 2-ші мишкамыз дайын болып қалды. Почти қазір енді мұрнын тоқимыз. Мінекей дәл осындай қалыңдықтағы жіп. Кольцо жасап аламыз. Осы кольцодан бір жұмыс петлясын шығарамыз. Енді осы кольцоға біз 9 столбик без накида тоқуымыз керек. 1 воздушная петля іліп аламыз. Бұл бізде уже 1-ші столбик болады. Осы кольцоның ішіне 2, 9 столбик без накида тоқуымыз керек. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 жіптің ұшын тартамыз. Кольцомыз кішірейеді. Енді ең бірінші столбикпен қосамыз. Мінекей, жанындағы емес, жоғар жақтағы петлядан жұмыс жібін тартып, екеуінен де шығарамыз. Бұл бізде бірінші қатар. Өзі екі қатар болады мұрны. Енді екі воздушная петля көтереміз. Біз 9 столбик без накида тоқыған болсақ, әр қайсысына 2-ден столбик с накидом тоқимыз. Яғни екінші қатарда бізде 18 столбик с накидом болу керек. Қайтадан осы жерге тағы бір столбик с накидом тоқим. Екеу болды. Келесі петляға 2 столбик с накидом тоқим. 1, 2, 1, 2, 2. Мінекей, екінші қатар бітті. Мінекей, ең бірінші столбиктің жоғар жағындағы петлясымен қосамыз қатарды. Мына ортасындағы жіптің ұшын Мінекей, мынамында қоясыздар да, айналдыра отырып инемен бір қабырғасынан ғана мен былай тігем. Мына жіпті инеге өткізіп алам да, мына жақтан былай алам, және мына бір ғана қабырғасынан алып осылай айналдырып отырып тоқи берем осылай. Мінекей, осылай. Осылай айналдырып тоқып шығасыздар. Осылай айналдырып отырып тігіп шығасыздар. Мінекей, мен мұрнын тігіп қойдым. Енді қазір біз көзін тоқимыз. Менде көз уже дайын тұр. Мен сіздерге ашық түсті жіппен көрсетемін көзі қалай тоқылатынын. Кольцо жасаймыз. Менде бұл ярнар джинс жібі. Көзді сол ярнар джинспен тоқыдым. Крючок 3,5. Бір жұмыс петлясын крючокқа іліп аламыз да. Бір воздушная петля тоқимыз. Бұл бізде бірінші столбик. Жалпы 4 столбик тоқуымыз керек. 2, 3, 4. Егер сіздердің жіптеріңіз менікінен жіңішке болатын болса, қара жіптеріңіз, онда 4 емес, 5, 6 қылып та тоқуға болады. Кішкентай нөмірлі крючокпен. Менің жібім қалыңырақ, крючогым да үлкен, 3,5. Сондықтан да 4-ақ столбикпен тоқып жатырмын. Енді мына қатарды біз қосқан кезде ең бірінші столбиктің үстіндегі петляға осылай 2 қабырғасынан бірге өткіземіз да, жұмыс петлясын осы жерден және мына екінші петлядан тартамыз. Міне, көз осымен дайын болады. Мына жұмыс жібін мына петлядан өткізе саласыздар. Болды. Одан кейін мен мына екі жіпті бір-біріне байлай салам. Арт жағынан. Формасы енді идеальный домалақ болып шықпайды. Сіздер тігу барысында соны қадағалайсыздар өздеріңіз. Домалақ қылып тігесіздер. Мінекей. Осындай екі көзді. Слишком көздеріңіз үлкен болып кетпесін. Кішірек болса әдемі көрінеді. Жоғары қарай көтермей, мұрынға тақап, кішкене бір-бірінен алшақтатпай, осылай жақынырақ қылып тігесіздер. Қараңыздар, мына жерде бізде мұрнын тігеміз. Инені арт жағынан шығарасыздар. Бірінші қатардың біткен жерден, дәл ортасынан осы жерден өстіп жіпті шығарасыздар. Артынан түйіндеп қойдым мен, және былай қарай айналдыра отырып тіге бересіздер. Мұрынның ең ұшынан шығарамыз жіпті.
тігінен осылай сызығын жасаймыз. Және ауызын. Аюымыз дайын болды. Арт жағынан түйіндеп жіпті кесіп тастайсыздар. Осымен біздің мастер-классымыз аяқталды, қыздар. Соңына дейін қарап шыққандарыңызға рахмет. Егер де видео көңілдеріңізден шықса, лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.